Қаратөбе ауданы орталығында ашық әкімдік жобасы жүзеге асырылды. Арнайы кеңсе облыс әкімдігінің қолдауы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің ұйымдастыруымен барлық ауданда ашылды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі атты жолдауында халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы бойынша жергілікті әкімдіктерге жаңа міндеттер жүктелген еді. Келесі сюжетте. Ашық әкімдік бұл мемлекеттік қызметтер көрсетудің ашықтығы мен қол жетімділігі және сапасын қамтамасыз ету орны. Осылайша ауыл тұрғындары қалаған қызметтері мен өтініштеріне бір жерден жауаптарын алатын болады. Себебі бұл азаматтардың мемлекеттік қызмет алуына өте ыңғайлы болады және қол жетімділікті мен ашықтықты қамтамасыз етеді. Ең бастапқысы бұл жерде сыбайлас жемқорлықтың жолын кеседі. Себебі азаматтар мынау әкімшіліктің ғимаратына кірмей, есіктерді қақпай, осы жерде барлық мемлекеттік қызметтерді алуға мүмкіндіктері бар. Бұл жерде 5 бөлімнің мамандары отырады. 30-дан астам қызмет түрі көрсетіледі. Сонымен қатар ашық әкімдік алаңы жанынан өзіне өзі қызмет көрсету бұрышы да ашылған. Арнайы бөлмеде бар. Ол жерде аудан әкімі тұрғындарды жеке сұрақтары бойынша қабылдайды. Әрине, алдағы уақытта да егер бір осы ашық әкімдік жобасын жетілдіру жөніндегі ұсыныстар түсіп жатса, оны да қараймыз деп ойлаймын. Бүгінгі күнге міне 5 мемлекеттік орган осы жобада халыққа қызмет көрсетіледі деп күтіліп отыр. Бүгінде міне өздеріңіз көріп отқандай жұмыстарын бастап кетті. Сонымен қатар азаматтар жеке қабылдау бөлмесінде жабдықтап отырмыз. Ашық әкімдік алаңын ашудағы мақсат әкімдердің ашықтығын қамтамасыз ету, халыққа жақын болып, ой пікірлері мен өтініштерін тыңдап, нәтиже шығару. Ашық әкімдік жобасы облысымыздың барлық аудандарында ашылып, жұмыс істеп тұр. Лоқпан Елеу, Оралбек Қуанышқалиев, Айдос Қисымов, Ақ Жайық телеарнасы.